Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте жұмсақ духовкада пирожкилер дайындайтын боламыз. Үйдегі бар затпен қарапайым ғана жасалынатын пирожкилерді менімен бірге жасаңыздар. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен жылы суымызға қантымызды саламыз. Судың температурасы сәл ыстықтау болғаны жақсы. Сонда сіздердің қамырларыңыз жақсы көтеріліп шығатын болады. Және де оның үстіне құрғақ дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі ұнымыздың үстіне өлшеп алған тұзымызды қосып, жақсылап онымен бірге араластырып аламыз. Қамырын дайындауға кірісеміз. Ертіп алған сары майымызды жылы суымыздың үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі жылы суымыздың үстіне өлшеп алған ұнымызды қосып, барлығын бірден сала берсеңіздер де болады. Ең алдымен шаңышқымен араластырып алдым. Сіздер қолмен де бірден араластыра берсеңіздер де болады. Қамырды суға салғаннан кейін бірден қатты илеп кетуге болмайды. Жаймендеп саусақтың ұшымен ала отырып елейсіздер. Егерде сіздер қатты қолмен, қатты күшпен басып жіберетін болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз көтерілмейді және ол қатты болып шығатын болады. Қамырымыз бір-біріне бірігіп, дайын болып қалған кезде ыдысынан алып, тақтайшамыздың үстіне қойып, екі қолмен жұмсақ етіп басып шығамыз. Қамырымызды басып болғаннан кейін ыдысымыздың түбіне кішкене ғана сұйық майды құйып жіберіп, үстін майлап, оның үстіне жаңағы дайын болған қамырымызды қоятын боламыз. Дайын болған тестамыздың үстін тағы да мен қалған майымызды үстіне жағып жібердім. Үстін табақпен немесе пищевая пленкамен орап, осылай жылы орамалдардың ішіне орап қоясыздар. Шамамен жарты сағаттың ішінде көтеріліп шығады. Тестамыз көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Қырық жапырағымызды алып, яғни капустамызды аламыз да шет жағынан отырып кесіп, жіңішке майда етіп турап аласыздар. Мен қырыққабатты солонка қылып жұқа етіп турадым. Себебі піскен кезде ол тез пісу үшін және дәмді болып шығу үшін жұқа етіп тураған дұрыс. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша квадрат түрінде тек жұқа қылып турасаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша. Қырыққабатты турап болғаннан кейін бөлек бір ыдысқа салып алып, қолмен 4-5 қайра басып жібердім. Енді ыдысымызға видеода көрсетілгендей етіп майды құйып, оның үстіне тураған қырыққабатымды салып, дәміне қарай тұз және бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып алып, қақпағын жауып, шамамен 4-5 минуттай қақпағын жауып қоясыздар. Қырыққабатымызды салғаннан кейін пешіміздің қызуын өте азға қойып қоямыз. Себебі қаттыға қойсаңыздар асты күйі біркелкі піспей қалады. Қырыққабаттың ішіне мүлдем су құймайсыздар, тек қана сол баяу отта пісіп шығады. Егерде сіздер су құятын болсаңыздар, тесталарыңыз шикі болып шығады. Сондықтан мүлдем су құйып қажеті жоқ. Мінеки қыздар, менің тестам көтерілді. Өте жақсы болып, жұмсақ болып көтерілген. Енді сол жұмсақ тестаны тақтайшамыздың үстіне қойып, үлкен сопақша етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін бір келке етіп барлығын бір формада кесіп шығатын боламыз. Қамырымызды кесіп болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп форма жасап дөңгелектеп аламыз. Барлығын бір келке етіп дөңгелектеп алғаннан кейін қамырымыздың үстін орамалмен жауып қоясыздар. Егер жаппасаңыздар, сіздердің қамырларыңыздың беті кеуіп қалатын болады. Келесі тестамыздан пирожкилерімізді жасайтын боламыз. Егер қолмен ыңғайлы болатын болса, қолымызбен дөңгелекше етіп жайып алып, салмасын салатын боламыз. Шет жақтарының барлығын жақсылап жабатын боласыздар. Қаттырақ қысып жапқан дұрыс болады. Егер сіздер жұмсақ етіп жабыстыратын болсаңыздар, тестамыздың шеті ашылып кететін болады.
оқтаудың көмегімен де жая берсеңіздер де болады. Осылай шет жақтарынан басып шығып, қатты басып жібермейсіздер. Жаймен басып, тағы да жаңағы форма жасайтын боламыз. Мінеки қыздар, мен пирожкилерімнің барлығын жасап болдым. Енді дайын болған пирожкилердің үстін бір жұмыртқамызды жарып, бетіне осылай жағып шығатын боламыз. 180 градуста шамамен 30-35 минут ішінде пісіп дайын болып шығады. Көргендеріңіздей өте жұмсақ, үлпілдек болып шыққан. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге рецепт ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналымнан өзіңізге қажетті кез келген рецепт түрін көре аласыздар. Жоғарыда жазылып тұрған Instagram парақшама да жазылып қойсаңыздар болады.